Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен 150 мыңдық офлайн мастер-класстан үйреніп келген сатылымға шығаруға болатын мұздатып сатуға арналған хаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. 2 литр суымызға 300 грамм сұйық майымызды салып, және 2 уыс тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Мен енді цех болғандықтан осылай өте көп көлемде жасаймын. Ал сіздер, мен қазір описание бөліміне рецепті жазып кетемін. Дәл соның жартысын жасасаңыздар да жеткілікті. Ал енді тұзымызды осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін 4 кило 300 грамм ұнымызды алдын ала весыға қойып өлшеп аламыз. Содан кейін барып үстіне сұйық массамызды тұз толығымен еріп болғаннан кейін құйып, жақсылап бір келкі комок қалдырмай қамыр илеп шығамыз. Иленген қамырымыздың бетін 10-15 минутқа тындырып, қайтадан илеп аламыз. Сонда қамырымыз теп-тегіс, эластичный, әдемі болып шығады. Және де ұнның үстіне 2 литр суға 2 шай қасық разрыхитель салуды ұмытпаймыз. Видеода барлығы толық көрсетілген. Ешқандай да комок қалдырмай жақсылап илеп шығыңыздар. Егер сіздерде тест емес болса, оған илеп алсаңыздар, жұмыстарыңыз жеңілдейді. Ал егер болмаса, осылай үлкен шараға жақсылап араластырып, бір келкі етіп илеп алуға да болады. Мен енді иленген қамырды 15 минут тұндырып, қайтадан қайырып, солай теп-тегіс эластичный теста болғанша илеп алдым. Ары қарай әр тестаны 800 граммнан осылай бөліп аламыз. Қыздар, міндетті түрде бөліп алыңыздар. Сонда бір жуаладан 4 хаттама шығатын болады. Әр тестаны осылай қатты қалың етпей, қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Осылай үстіне 72%-дық шедрое лето маргаринін ерітіп жағып шығатын боламыз. Маргарин толығымен қамырымыздың барлық шетіне жағылуы тиіс. Кез келген дүкендегі маргаринді алып, ерітіп жаға салуға болмайды. Бұл хаттаманың әдемі болып шығуы осы 72%-дық шедрое летода. Дәл осылай видеодағыдай оқтауымызға орап шығамыз. Бұл хаттаманың фишкасы осылай оқтауға орап, толығымен ішіне маргаринді жағып болғаннан кейін қамырымызды осылай жинақтап аламыз оқтауға. Оқтаудың қақ ортасынан осылай пышақпен бөліп аламыз. Қыздар, міндетті түрде видеода қалай көрсетілген дәл солай жасаңыздар, сонда қатпарлы әдемі хаттама шығатын болады. Осылай тағы да қамырды ортасынан дәл етіп бөліп аламыз, және де осылай қол өлшеммен өлшеп, тура ортасынан тағы да 2-ке бөлеміз. Сонда общий 4 бөлікке бөлінді. Ал енді хаттамамызды жинақтайтын боламыз. Сонда 1-800 граммдық қамырдан 4 хаттама шығады. Көлемі де, граммы да бірдей, сатылымға әдемі осылай хаттамаларды дайындап аламыз. Өте оңай, және де осылай бөліп жасасаңыздар, хаттамаларыңыз қатпарлы, өте әдемі, слойы өте көп болады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай енді ортасынан қолымызбен жақсылап басып шығамыз, және де домалақ етіп жайып шығамыз. Дәл осылай 4 штуктан әдемілеп упаковкаға салып, қатырып сатсаңыздар да болады, немесе домалақ етіп жайып, әрқайсысын пищевой пленка немесе жылтыр пакетиктерге орап, қатырып, полуфабрикат түрінде сатсаңыздар да болады. Осымен біздің хаттамамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай көлемі де бірдей, өте әдемі болып шықты. Біз осылай жайып, домалақ етіп пищевоймен орап, қатырып полуфабрикат күйінде сатамыз. Ал енді хаттамаларымыздың пісіру жолын айтып кетейін. Сковородкамызды қыздырып, сәл көптеу етіп майымызды құямыз. Егер майларыңыз сәл көптеу болса, қатпарлы хаттамамыздың арасы ашылып, әдемі болып піседі. Сондықтан да әжептәуір май құйып пісіріп алсаңыздар, екі беті де көтерілі, пышный, қатпарлы әдемі болып пісетін болады. Қытырлақ әдемі хаттамалар дайын.